дыбыстай алмай алмауға тиісті нәрселерді алып қоятын әдетіңіз бар ма? Енді бұны не дейміз дегенде тұтынуизм дейміз. Алдыңғы жолы турасында айттық. Тұтынуизмнің қақпанына түсіп, талайлаған жоғары мектеп оқыған оқушылардың өзі сансыздаған тор қарыздарын алып, 100 мың, тіпті бірнеше 100 мыңға дейін өзін өзі мертеткен ахуалдар өте көп. Сол секілді отбасыларда да бар, қажетсіз дүниелерді сатып ала берген, шенеунка, ваңдай деген нәрселердің торына әбден малтыққан, сосын ақырында өзінің баспанасы болған үйін сатуға дейін барған, ал тіпті соның кесірінен отбасында бұзылу жағдайлары шыққан деген сөз. Ал енді осы мәселелер қайдан келіп жатыр деген бір түйін келеді адамның ойына. Енді бұл жерде біз неге түсіп тұрмыз дегенде тұтынудың қақпанына түсіп тұрмыз. Енді қарасақ қазір телефоннан қазір бір шапан көрдіңіз, енді телефонды аштыңыз, бір шапанды көрдіңіз, әлгі көрген уақытыңыз бір 30 секундтан асатын болса, 2 кескіннен кейін сізге тағы да сол секілді бір шапан көрінеді. Сөйтіп бұл нәрсе жалғаса береді. Бір күні сіз өзіңіздің осы шапанды алмасаңыз болмайтынын байқайсыз да. Өйткені адамның жаңа психологиялық зерттеу бойынша адамның көз алдынан бір нәрсе 7 рет өтетін болса, бұл ресми түрде оның санасына енеді екен да. Ал енді осыны кім бізге дайындап беріп жатыр деген бір ой келеді бізге. Қараңыздар да. Әрбір телефон экранының артында дейді да, мыңдаған адамдық зерттеу қосынды бар екен да. Олар дейді, сенің жаңағы өзіңді өзің ұстау қабілетіңді өшіру үшін немесе жоғалту үшін жұмыс істейді екен. Өйткені олар алуан түрлі техникаларменен психологиялық зерттеулерге сүйене отырып, жаңағы қарапайым адамдарды, тұтынушыларды өз еркіңмен барып жаңағы нәрсені сатып алуға жетелейді екен. Олар әр күні сенің нені ұнататыныңды, нені қажет ететініңді зерттеп, содан кейін әлем жасанған жаңағы заттарды біздің алдымызға келіп қойып береді. Біреуі біреуінен арзан, біреуі біреуінен әдемі көрінеді екен да. Сөйтіп біз біліп білмей жатып жаңағындай дүниелерді сатып алатын бір құмарлықты қалыптастырады екенбіз. Ал ең соңында қарасақ, кейбіреу өзімізге қажетсіз, кейбіреуі тұтынуға жарамайды деген сөз. Ал енді осы дүниелерде жаңағы әйгілі адамдарды, әйгілі ақпарат құралдарын қайтеді зор ақшаларменен ұсыныс етеді дағы солардың аузынан және де бір қатар мақтап жібереді. Содан кейін ойбай, бәленбай, дәйен болған, бетімай, бәленбай, образ бәкілі болған сусындық дейміздағы бір нәрселерді алып істете бастайды екенбіз. Ал енді кейіндеп барып адамдар осыдан өзінен өзі біліп білмей бір атақ құмарлықтың қақпанына түседі екен. Мына шапанның маркасын көрсеткісі келіп, сағатын қайта ашып, телефонының жаңағы маркалы жағын тастап екпетінен деп тұр. Дегендей да сондай бір құмарлықтарға кіріседі екенбіз. Ал адамның нәпсісі ешқашанда қанағаттанып болмайды. Сондықтан мынау өмірде осындай бір адамды қорқытатын жағдайлар туылуда. Орталық халық банкесінің санағына негізделген кезде 2018 жылы 8 айда мемлекет бойынша сенімді қарыз карточкасының қайтару уақыты жарты жыл бойында асып кеткендердің жалпы қарыз сомасы 75 миллиард 667 миллион болған. 2010 жылы бұл санат 7 миллиард 686 миллион болған, ал енді 10 жылдың ішінде 10 еселенген дейді. Ал қазір 2026 болды. Бұл санақтың қандай екендігін бізден сәл бір ойлансақ, мүмкін енді мөлшерлей алатын болуымыз керек. Санақта көрсетілуінше 170 миллионнан асатын 90 жылдан кейінгілердің жалпы қарызы 2 триллион 200 миллиард юанды көрсеткен. Бұл әрбір жекенің басына тура келетін қарызы ортақ есеппен 127.900 юаннан деген сөз дейді. Ал бұл адамдардың айлық кірісі ортақ есеппен 5.100 юан екен. Ондай болса, айлық кірісің 5.100 юан болатын болса, сен ішпей, жемей, осы қарызды қайтарсаң 2 жыл уақыт кетеді деген сөз. 2 жыл ішпеуің керек, демеуің керек. Әмелет осы адамдардың барлығы тұтынуизмнің сапалы тұрмыс сынды шырғасына түскен жандар дейді. Ал бұндай шырғалар біздің күнделікті тұрмысымызда онша бейтаныс емес. Телефон мен телевизорды аша қалсақ, әртүрлі жарнамалар көз бұрылар. Мысалы, бір әйелдің сәулетті сомкасы болмаса, онда бұл әйел өзінің өміріне сәл қараған. Енді бір айтады дейді, бұл тамақты жеп көрмесеңіз, онда өмірдің ләззатын татып көрмепсің деп айтады. Көптеген адамдар осындай еріктіріш қуаты ересен сөздерге ілесіп өзінің мардымсыз еңбек ақысы бар екенін ұмытып, әлін білмей әрек болып, соңынан не боларына қарамастан басқаларға өзінің ішкен, жегенін, істеткен салтанатты тұрмысын көрсету арқылы өзінің тұрмыс өресінің жоғары екендігін білдіргісі келеді. Ал енді болса, олар тек 3000 юандық тұрмыс өресіне ие болса да, алайда қолындағы сенімді қарыз карточкасы және әртүрлі қарыз алу детальдарына сүйене отырып, өздерін 30 мың тіпті 300 мыңдық өреге жеткенде етіп көрсеткісуге тырысады.
міне осылайша қарыз алса да, біреуден ақша сұраса да, айгылы сомка, айгылы сағат сияқты нәрселерді сатып алып, сән салтанатты бұйымдар арқылы өзінің құнын әйгілмек болады. Егер бұндай нәрселер болмай қалса, олар өздерін қораш санайды. Атақ құмарлық сынды қозғаушы күштің жетегінде қазір қарыздарымыз бейне томаланған қар секілді барған сайын пұл көйіп бара жатыр. Ал осынау жұрт қызғана да қараған сәулетті тұрмыстың артында қайтаруды тосып тұрған тау төбе болған қарыздар жатқандығын көп адамдар біле бермейді, ал олар қайтеді, түніменен соның дертін тартады деген сөз. Сондықтан көпшілік құр алақандық арып таласу, жинақтың жоқтығы қазіргі кездегі жастардың негізгі ерекшелігі болуда. Ал енді әлгі қазақта сөз бар, тарта жесең тай қалады, қоя жесең қой қалады, қоймай жесең не қалады дейді. Өзіміздің айлық кірісіміз қанша болған болса, сол өредегі шығынды шығаратын болсақ, ұқыптылықпен іс басқаратын болсақ, менше адамдар ауыр қиналыста жүрмейді. Тұрмыс өзі бір қарапайым дүние, адамның өзін өзі шаршатып, біреуге бай көрінуінің ешқандай қажеті жоқ. Шүкіршілік ете отырып, барға риза, жоққа сабыр дегендей өмір сүрудің өзі де жаман нәрсе емес. Әрине бұл сізді ешқандай өмірдің қызығынан, игіліктен бе, ләззаттан ба, жаңағындай өстіп қолыңды жұмып, осының сыртын жалап қана өмір сүр дегендік емес. Ал керісінше өзіңіздің шамаңызға ғана қарай шарықтасаңыз болды. Бүркітке еремдеп қарғаның таң айырылыпты деген сөзі бар. Әркімнің өзінің қуаты бар, өзінің шамасы бар. Сол шамаға қарай іс көру керек. Демек, ақша басқарудың өзі ол бір түрлі өнер. Адам нәпсісін қанағаттандырып бола алмайды. Жақсы достар, соңында айтайық деген дүниеміз тағы да сол, қажетсіз қарыз алудан аулақ болып, қажетсіз тұтынудан аулақ болып өмір сүретін болсақ, онша жайсыз өмір сүре қоймаймыз.